Баршаға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздерге мен өзімнің рецептіммен бөлісетін боламын. Қыстық банканы жабамыз. Бүтін помидормен және де қиярды жабатын боламыз. Яғни соленый огурцы, соленый помидор. Сіздерде міндетті түрде мен секілді жауып көрсеңіздер, банкаларыңыз атылмайды, ашылмайды. Ең алдымен барлығын болгарскийді, сосын қиярды, помидорды, чеснокты ашып тазалап жуып аламыз. Помидордың бетін алып тастаймыз, жасыл шөгін. Одан кейін банкаларымызды жуып, осылай шәугінге булаймыз, ал жанына ыстық қайнаған су қайнатып қоямыз. Одан кейін буланған крышкамыз бен банкамызға болгарский және де чеснок саламыз. Чесноктан 3 тал немесе 4 тал, яғни 3 штуктап салсаңыздар болады. Сосын болгарскийден, яғни 5 немесе 4 штуктан салсаңыздар жетеді. Осылай астына бәдіреңдерімізді саламыз, одан кейін үстіне помидорымызды салатын боламыз. Осы барлығын саласыздар. Ескеретін жайт, сіздердің помидорларыңыз қатты, сосын ешқандай дағы болмауы қажет. Құрттағаны да, немесе кішкене жырылған жері де мүлдем болмайды. Тек қана бүтін, таза болу керек. Осылай барлығын орналастырып болғаннан кейін біз укроп саламыз. Яғни укропты екіге бөліп, осындай кішкене салсаңыздар жетеді. Осылай салғаннан кейін лабыр жапырағын, сосын дөңгелек қарапұштан салып, жаңағы қайнап тұрған суымызды үстіне құятын боламыз. Міндетті түрде суымыз қайнап тұруы қажет. Осылай барлығын салып болғаннан кейін, суымызды құйып болғаннан соң, кемінде 20 минутқа осы суда тұруы қажет. Бұрамайсыздар банкаларыңызды, осы суда тұрады. Одан кейін тағы да таза су қайнатамыз. Сол қайнатып болғаннан кейін банкамыздағы сулардың барлығын төгіп тастаймыз. Сосын қайта қайнатылған суымызды банкамызға құятын боламыз. Байқаңыздар, қолдарыңыз күйіп қалмасын, ыстықтау болуы мүмкін. Одан кейін 2 литр банкіге біз 2 ас қасық тұз салуымыз қажет. Ал 1 литр болса 1 ас қасық тұз саласыздар. Одан кейін тұз салып болғаннан кейін үстіне суымызды құямыз, сосын жарты үлкен қасықпен уксус құятын боламыз. Уксусты құйып болғаннан кейін банкамызды әдеттегідей жақсылап бұраймыз. Егер бұрау білмесеңіздер, дәл видеодағыдай асықпай бұрасаңыздар болады. Мінекей қыздар, менің қыстық банкам дайын. Сіздерді міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің YouTube парақшама тіркеліп, қолдап кетсеңіздер қуанып қалар едім. Менің YouTube каналымда бұдан да басқа көптеген рецепт түрлерін көре аласыздар. Тәттілердің, торттардың, неше түрлі тағамдар мен салаттардың түрін көре аласыздар. Бір көріп қарап көрсеңіздер болады. Ал ас болсын, менің парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видео түскен кезде сіздердің естеріңізге салып тұрады. Сіздермен болған Алтынай, рецептін сақтап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.